Семей ядролық сынақ полигонының маңында тұрған адамдарға денсаулығына зақым келген үшін мемлекеттен бір реттік төлем жасалады. Семей қаласының бүкіл аумағы, Павлодар, Шығыс Қазақстан және Қарағанды облыстарының полигонға іргелес жатқан аудандары экологиялық апат аймағы болып саналады. Аталған аумақта тұрған немесе бүгінге дейін өмір сүріп келе жатқан азаматтар бір реттік өтемақы алу үшін осы уақытқа дейін халыққа қызмет көрсету орталығы мен жергілікті әкімдікке барып өтінім беретін. Енді ол қызметке онлайн қол жеткізуге болады. Алдымен egov.kz порталына кіресіз. Содан кейін әлеуметтік қамтамасыз ету батырмасын басып, отбасыларға көмек бөлімшесіне кіру керек. Бұл жерде ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккен азаматтарды тіркеу, бір жылғы мемлекеттік ақшалай өтемақы алу, куәлік беруді таңдау керек. Онлайн сұрағаннан кейін бұл жерде куәлік алу мен ақшалай өтемақы тағайындауды таңдайсыз. Келесі қадамда қауіпті аймақта қай жылдан қай жылға дейін тұрғаныңызды көрсетуіңіз керек. Содан кейін шотыңызды жазып, ең соңғы қадамда электронды цифрлы қолтаңба арқылы өтінімді растайсыз. Мемлекеттік қызметтің нәтижесі egov.kz жеке кабинетіне хабарлама ретінде келеді. 20 күннің ішінде дайын болады. Заң бойынша радиациялық қауіпті аймақта тұрған азаматтар үшін жылына 796 теңгеден бастап 16 000 теңгеге дейін бір рет қана төлем беріледі. Аталған сома елді мекеннің сынақ аймағына қаншалықты жақын тұрғанына байланысты белгіленеді. Айта кетейін, былтыр Семей полигонына қатысты бір реттік төлемге 7 000-нан астам адам халыққа қызмет көрсету орталығы мен әкімдікке барып құжат өткізсе, биыл 3 айдың ішінде 316 адам онлайн өтініш жолдапты.